Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен 40 қабаттан голубцы дайындайтын боламыз. 40 қабатымызды астын кесіп суға саламыз. Ыстық суға саламыз. Қатты пісіп кетпеуі керек. Жай-жай алынатын болады. Салмамызға қажетті күрішті 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 40 қабат өте оңай алынды. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 дана пиязды майда бөлікке бөліп тураймыз. Таза ыдысымызға тартылған ет, майда туралған пияз және де күріш, дәм тұзы бойынша тұз және дәмдеуіштер салып араластырамыз. Ал енді суда кішкене ғана піскен 40 қабатымызды орауға кірісеміз. Қатты жерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Оның ішіне салмасын саламыз. Тығыздау етіп ораймыз. Әйтпесе піскен кезде беті ашылып кететін болады. Барлық 40 қабатымызды видеода көрсетілгендей орайтын боламыз. Ал енді сорпамызды дайындауға кірісеміз. Бізге қажетті заттар ол картоп, майда туралған пияз және де сәбіз қажет болады. Қызып тұрған қазанымызға пиязды қуырып аламыз. Оның үстіне картоп, сәбіз және де 1 ас қасық томат салып араластырамыз. Төрт-бес минут қуырған соң, оның үстіне су құйып, оралған 40 қабаттарымызды үстіне қоямыз. Ескеретін жағдай, суды өте көп мөлшерде құймау керек. Беті кішкене толғанша ғана суды құйып қоямыз. Бетіне лавр жапырағы мен укроптың сабағын салып, қақпағын жауып, 25-30 минуттай өте баяу отта пісіреміз. 40 қабаттан жасалған голубцымыз дайын болды. Дастарханымызға қойсақ болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.